Қайырлы күн, тыңдармандар. Аудиокітап ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Атым әдеттер. Джеймс Клир. Кіріспе, менің тарихым. Орта мектепте 10-шы сынып оқып жүрген кезім. Оқу жылының соңғы күнінде бетіме бейсбол таяқшасы тиіп, қатты жарақат алдым. Сыныптасым ұруға оқтала бергенде, қолынан шығып кеткен таяқша ұшып келіп, екі көзімнің ортасына дөп тиді. Соққы тиген сәт есімде жоқ. Соққының күштілігі сонша, мұрным екі жерден сынып, дөңес болып қалды. Оның үстіне миым шайқалып, басымның жұмсақ тіні зақымдалып, бас сүйегім бірнеше жерден шытынады. Соққыдан кейін миымда ісік пайда болып, жылдам өсе бастайды. Сөйтіп, қас пен көздің арасында мұрным сынып, бас сүйегім шытынап, екі көзімнің ұяшығына зақым келді. Көзімді ашқан кезде көмек көрсетуге жүгіріп келе жатқан адамдарды байқадым. Төмен қарағанда киімім қанға боялған екен. Сыныптастарымның бірі үстіндегі футболкасын шешіп берді. Соны алып, сынған мұрнымнан атқақтаған қанды тоқтатуға тырыстым. Есеңгіреп, әрі абдырап қалғандықтан, қаншалықты ауыр соққы алғанымды ол кезде сезіне алғам жоқ. Мұғалімім иығымнан қапсыра ұстап, медбикенің кабинетіне қарай алып жүрді. Жол жеткізіп болмайды. Алаңды кесіп өттік. Белестен төмен түсіп, әрең дегенде мектептің ішіне кірдік. Құлап қалмасын деп, біреулер мені сүйеп алған. Жүрісіміз өнер емес. Сол сәтте маған бір секундта уақыт жоғалтуға болмайтынын ешкім түсінбеген сыңайлы. Кабинетіне зорға жеткеніміз аздай. Енді медбике сұраққа ала бастады. Қазір қай жыл? 1998 жыл, деп жауап бердім мен. Негізі 2002 жыл болатын. Құрама Штаттардың президенті кім? Билл Клинтон деймін. Шындығында кіші Джордж Буш болатын. Анаңның есімі кім? Мүдіріп қалдым. 10 секундтай уақыт өтті. Петти, дедім бір кезде жайбарақат анамның есімін еске түсіру үшін 10 секунд ойланғаныма назар аудармастан. Есімде қалған ең соңғы сұрақ осы болды. Миымдағы өршіп бара жатқан ісікпен одан ары күресуге ағзамның қауқары жетпеді. Жедел жәрдем келгенше есімнен танып қалдым. Бірнеше минуттан кейін мені мектеп ғимаратынан алып шығып, жергілікті ауруханаға апарды. Ауруханаға жеткен бойда ағзам күресуді қойды. Бар болғаны тыныс алып, су жұтуға ғана күшім жетті. Одан соң мүлде дем ала алмайтын халге түстім. Сол күні дем жетпей, бірнеше рет талып қалдым. Өкпемді жасанды желдету аппаратына қосқан уақытта, дәрігерлер мұндай ауыр жағдайдағы науқасты емдеуге жергілікті аурухананың шамасы жетпейді деп ұйғарып, мені Цинциннатидегі үлкен ауруханаға ауыстыру үшін тікұшақ шақырды. Сөйтіп төсекте жатқан күйімде арбаға салып алып, дәрігерлер мені жедел медициналық көмек бөлімінен тікұшақ жолағына қарай алып жүрді. Кедір бүдір жолдармен тарс-тұрс етіп қозғалған арбаны бір медбике итеріп келе жатса, екіншісі маған қатарласып алып, тынысымды бақылаумен болды. Бірнеше минут бұрын ауруханаға жанұшыра жеткен анам тікұшаққа мінгенде жанымда отырды. Ұшып келе жатқанда да қолымнан мықтап ұстап алды. Мен есім кіресілі шығасылы күйде жаттым, әрі өз бетімше тыныстай да алмадым. Анам тікұшаққа мініп менімен бірге кеткенде, әкем сұмдық оқиғаны інім мен қарындасыма естіртуге, әрі оларға бас көз болу үшін үйге қайтады. Қарындасым 8-ші сыныпты бітіріп, салтанатты шараға дайындалып жатқан болатын. Оған өзінің қатыса алмайтынын түсіндіргенде, әкем жылап жіберуге шақ қалады. Інім мен қарындасымды туыстарымыздың үйіне апарып тастайды да, анама қолдау көрсету үшін өзі Цинциннатиге жетеді. Тікұшақ аурухананың шатырына қонғанда, алаңқайда мені дәрігер, медбикелері бар 20 шақты адам күтіп тұрды. Бәрі жабылып жарақат бөліміне алып барды. Бұл уақытта мидағы ісіктің ұлғайып кеткені сонша, мен бірнеше рет талып қалдым. Сынған сүйектерім тез арада орнына келтірілуі керек еді. Бірақ бұл жағдайда ота жасап қауіпті екен. Сол күні 3-ші рет талып, есімді қайта жия алмағандықтан, дәрігерлер мені жасанды комаға түсіреді. Сол кезде де мен алдындағыдай жасанды тыныс алу аппаратына қосулы жаттым. Атанам бұл аурухананы жақсы білетін. Бұдан 10 жыл бұрын 3 жасар қарындасыма
лейкемия деген диагноз қойылғанда осы ғимараттың бірінші қабатында жатқан. Ол уақытта менің жасым 5-те, ал інім 6 айлық сәби болатын. Бірнеше мәрте химиялық ем алып, бірнеше рет бел омыртқасын тескізіп, трепанобиопсиядан өтіп барып, 2,5 жыл дегенде кішкентай қарындасым қатерлі ісікті жеңіп, дені сау балақай болып ауруханадан шықты. Міне, енді арада 10 жыл өткенде тағы бір перзентінің басына қатер төніп, ата-анам осы ауруханаға қайта келді. Мені комаға түсіргеннен кейін аурухана басшылығы ата-анамды сабырға шақыру үшін әулие әкей мен әлеуметтік ұйым қызметкерін шақырады. Ол осыдан 10 жыл бұрын қарындасымның қатерлі ісікке шалдыққанын естіген күні кешкісін ата-анамды жұбатуға келген баяғы әулие әкей болып шығады. Түнге қарай мен тек медициналық аппараттардың күшімен ғана тірі жаттым. Мені уайымдаған ата-анам сол түнді ауруханада өткізді. Біресе қалжырап ұйықтап кетіп, біресе мазасыздана шошып оянып, екеуі де түнімен дөңбекшіп шығады. Кейіннен анам осы түннің өміріндегі ең азапты түндердің бірі болғанын айтты. Сауығу. Көрер жарығым таусылмаған екен. Ертесіне еркін тыныс ала бастаған соң, дәрігерлер мені жасанды комадан ояту керек деп ұйғарады. Есімді жисам, аузым дәм, мұрным иіс сезбей қалыпты. Тексеріп көру үшін медбике, деміңді мұрныңнан шығар да, құшырлана иіске деп, алма шырыны құйылған қораптың аузын ашып, мұрныма тақады. Иісін сездім, алайда демімді сыртқа шығарған кезде, жанарымның тұсындағы жарықшақ арқылы өткен ауаның лебінмен сол көзім ұясынан шығып кетуге шақ қалды. Оны көрген жанындағылар есінен танып қала жаздады. Көзді миға жалғайтын тамырлар мен қабағым ұстап қалмағанда көзім шарасынан шығып кетер ме еді? Кім білсін? Офтальмолог ауаның көз ұяшығынан шығып кіруіне байланысты уақыт өте келе көзім орнына түсетінін айтты. Тек оған қанша уақыт кететінін нақты айта алмадым. Бір аптадан кейін ота жасалады. Оған дейін күш жинауым керек. Ұсқыным бокста ауыр соққы алған адамдыкіндей болса да, ауруханадағылар менің үйге қайтуыма рұқсат берді. Мұрным сынған, бет сүйегім бірнеше жерден жарылған, сол көзім ұяшығынан шыққалы тұрған қалпымда үйіме оралдым. Одан кейінгі айлар мен үшін аса ауыр болды. Өмірім тоқтап қалғандай күй кештім. Бірнеше апта бойы шынымен де көзіме қос көрініп, ештеңеге зауқым соқпады. Көңілімді ешкімде, ештеңеде аулай алмады. Біртіндеп көзім орнына түсе бастады. Толық жазылғанша бір ай уақыт кетті. Қайта талып қала бергендіктен, әрі көзімнің ақауы болғандықтан, көлік рөліне 8 ай дегенде әрең отырдым. Емдік шаралар кезінде кәдімгідей тік жүру сияқты қарапайым қимылдардың өзін қайтадан үйрендім. Еңсемді түсірмей, өзімді қамшылап, не де болса ауруды жеңіп шығуға бел будым. Алайда айтуға оңай екен. Әбден оңалып, аяққа тұрып кеткенше көп қиналдым. Жаным жабырқап, үмітсіздікке ұшыраған кездерім де болды. Алдымда әлі талай кедергілер тұрғанын, денсаулығымның толық қалпына келмегенін бір жылдан кейін бейсбол алаңына келген кезде бірақ түсіндім. Бейсбол қашанда өмірімнің мәні болатын. Әкем Сент-Луис Кардиналс командасының кіші бейсбол лигасында ойнаған. Менің де арманым кәсіби бейсболшы болу еді. Осы арманымның арқасында айлар бойы өзімді қамшылап, өмірден күдер үзбеуге, рухымды түсірмеуге тырыстым. Алайда ойын алаңына оралу оңай болмады. Ойын маусымы басталған уақытта колледждің жасөспірімдер арасындағы бейсбол командасының құрамынан шығарылған жалғыз ойыншы мен болдым. Содан мені 2-ші курс студенттері ойнайтын жасөспірімдер командасына жіберді. 4 жасымнан бейсбол ойнаған едім. Соншама уақыты мен күш жігерін спортқа арнаған адам үшін топтан шығып қалу қорлық еді. Көлікте отырып ұзақ жыладым. Сосын радиодан көңілімді сәл де болсын көтеретіндей ән іздедім. Сөйтіп жүргенде 1 жыл өтті. Күдігім сейіліп, бойымдағы сенімсіздікті жеңіп, қайтадан түлектер командасына қосылдым. Бірақ алаңға сирек шығып жүрдім. Жалпы алғанда осы команданың құрамында мен бар болғаны 11
иннинг ойнадым. Яғни толыққанды бір ойында 11 иннинг болса, мен алаңға содан сәл ғана көбірек шығыппын. Түлектер командасында тамаша жетістікке жете алмасам да, мен бұрынғыша өзімнің мықты ойыншы бола алатыныма сендім. Жақсы нәтижеге тек өзімнің күш-жігерімнің арқасында ғана қол жеткізетінімді түсіндім. Жарақат алғаннан кейін 2 жылдан соң Деннисон университетіне оқуға түстім. Бұл менің өмірімнің жаңа парағы болды. Ұсақ әдеттердің адам өмірін өзгерте алатын таңғажайып күшке ие екенін ең алғаш осы оқу орнының қабырғасында ұқтым. Әдеттер туралы мен қалай білдім? Жоғары оқу орнына түсу ес білгелі қабылдаған ең маңызды шешімдерімнің бірі болды. Бірден сол оқу орнындағы бейсбол командасының мүшесі атандым. Жаңа ойыншы болғандықтан тізімнің ең соңында тұрсам да, өзімді аса бақытты сезіндім. Мектеп қабырғасындағы қиындықтардан шыңдалып, ақыры колледждегі спорт командасының мүшелігіне қабылдандым. Денсаулығыма байланысты ойынға бірден кірісіп кету мүмкін еместігін түсіндім. Сөйтіп, өмірімді өз арнасына түсіруге шыңдап кірістім. Курстастарым түнімен бейне ойындар ойнап, кеш жататын. Уақыттың қадірін түсіне бермейтін. Ал мен, керісінше, уақытылы ұйықтауға әдеттеніп, күнде кешкісін ерте жатып қалатын болдым. Студенттер қайбір тазалық сақтайды дейсіз. Жатақхана үнемі шашылып жататын. Алайда, мен өз бөлмемді таза ұстауға тырыстым. Әдетке қатысты бұл өзгерістер түкке тұрғысыз болып көрінуі мүмкін. Алайда соның арқасында әр сәтімді бақылауда ұстауды үйрендім. Бойыма сенім ұялады. Өзіме деген осы сенімнің арқасында оқу үлгерімім де жақсара бастады. Күнделікті тапсырмаларды уақытында орындауды әдетке айналдырғанның арқасында бірінші курсты үздік бағамен тамамдадым. Әдет ұдайы қайталанып отыратын, көп жағдайда өзінен өзі орындалатын қимыл әрекет. Әр семестр сайын бірді-екілі ұсақ, бірақ тұрақты әдет қалыптастыра бердім. Нәтижесінде мен оқуды жаңа бастаған кезде ойыма да кіріп шықпаған жетістіктерге қол жеткіздім. Мәселен, өмірімде алғаш рет аптасына бірнеше рет зілтемір көтеруді әдетке айналдырып, одан кейінгі жылдары салмағы 77 келі қаңбақтай жеткіншектен аяқ қолы балғадай, жауырыны қақпақтай, дене салмағы 90 келі азаматқа айналып шыға келдім. Екінші курсқа көшкенде питчерлер, доп лақтыратын ойыншы арасында алдыңғы қатарға шықтым. Үшінші курстың басында мені команда капитаны етіп сайлады. Маусымның соңындағы іріктеуде құрама команданың ойыншылары қатарына қосылдым. Тұтастай алғанда уақытымен ұйықтау, оқу және спортпен ұдайы шұғылдану тұрғысындағы жаңа әдеттерім 4-ші курстың соңында нақты нәтиже бере бастады. Бетіме бейсбол таяқшасы тиіп, ауыр халде ауруханаға түсіп, жасанды комада, өмір мен өлімнің арасында жатқан сол бір оқиғадан соң, 6 жылдан кейін ғана мен Деннисон университетінің ерлер арасындағы ең үздік спортшысы атанып, Америка құрама штаттарының ESPN университеттік командасының ойыншысы болдым. Мұндай құрметке еліміз бойынша небәрі 33 адам ғана ие болған. Оқуды аяқтайтын жылы менің есімім 8 санат бойынша колледждің рекордтар кітабына енді. Сол жылы маған университеттің ең жоғарғы марапаты ректор медалі табысталды. Мақтанғандай болып көрінсем, оқырмандарымнан кешірім сұраймын. Шынымды айтсам, спорттық мансабымда аңызға бергісіз немесе тарихи оқиға болған жоқ. Мен сол күйі кәсіби ойыншы бола алмадым. Соған қарамастан студенттік кезімді еске алсам, өзімді өте маңызды нәтижеге қол жеткіздім. Яғни, әлеуетімді аша алдым деп ойлаймын. Сондай-ақ мен осы кітапта ұсынылған концепция оқырмандарымның да өз әлеуетін, қабілет-қарымын ашуға көмектесетініне сенемін. Өмірдің сынағы кез келген қалтарыстан шыға келуі мүмкін. Ойламаған жерден алған жарақатым мен үшін үлкен сынақ, ал оңалу барысында көргенім өмірлік сабақ болды. Егер сіз белгілі бір әдеттерге
Ұзақ уақыт бойы дағдылансаңыз, бір қарағанда елеусіз әрі мағынасыз болып көрінетін өзгерістердің өзі таңғаларлықтай нәтиже беруі мүмкін. Өмірде сәтсіздікке ұшырамаған, кедергімен күреспеген жан жоқ шығар, сірә. Бірақ түптің түбінде өміріміздің қандай болатыны бойымыздағы әдеттерге байланысты екен. Әдет қалыптастыра отырып, сіз тұрақты нәтижелерге қол жеткізесіз. Ал жақсы нәрсеге әдеттенсеңіз, алдыңыздан шексіз мүмкіндіктер ашылады. Бәлкім бір күннің ішінде таңғажайып нәтижеге қол жеткізетін адамдар бар шығар. Бірақ өз басым ондай адамды білмеймін, және өзінде олардың қатарынан емеспін. Менің жасанды комадан шығып, университет командасының ойыншысы атанғанға дейінгі сапарымда жалғыз шешуші сәт болған жоқ. Ондай сәттер көп болды. Бұл кішігірім жеңістер мен болар-болмас жетістіктердің жиынтығы, эволюциялық дамуы. Ілгерілеудің жалғыз жолы, сондай-ақ менің жалғыз таңдауым кішкентай қадамдар стратегиясы еді. Арада бірнеше жыл өтіп, өзімнің жеке кәсібімді ашып, осы кітапты жазуға кіріскен кезде де мен осы стратегияны таңдадым. Мен бұл кітапты қалай және неге жаздым? 2012 жылдың қарашасында өзімнің атыммен аталатын jamesclear.com сайтында мақалалар жариялай бастадым. Оған дейін көп жыл бойы әдеттерге қатысты жасаған тәжірибем жөнінде қағазға түртіп жүрген едім. Ақырында нәтижелерімнің бір қатарын көпшілікке жария етуге дайын екенімді сездім. Апта сайын дүйсенбі және бейсенбі күндері жаңа материал жариялап отырдым. Бірнеше айдан кейін осы қарапайым әдет маған жазылушылар санының 1000-ға жетуіне, ал 2013 жылдың соңына қарай олардың қатарының 30 000-нан асуына себеп болды. 2014 жылы жазылушылардың саны 100 000-нан асып, сайт желідегі ең жылдам дамыған ақпарат көзінің біріне айналды. 2 жыл бұрын блог жүргізе бастағанда өзімді бір даңғой, жалған атаққа ұмтылған адам сияқты сезінетінмін. Бірақ уақыт өте келе, әдет жөнінде жақсы білетін сарапшы ретінде таныла бастадым. Бұл бір жағынан жағымды әсер берсе, екінші жағынан өзімді біртүрлі ыңғайсыз сезіндім. Мен ешқашан өзімді бұл тақырыптың нағыз маманы санаған емеспін. Шын мәнінде оқырмандарыммен бірге тәжірибе жасаған адаммын. 2015 жылы жазушыларының саны 200 000-нан асып, Penguin Random House баспасымен келісімшартқа отырдым да, қазір өзіңіз оқып отырған кітапты жазуға кірістім. Аудиториям ұлғайған сайын менің де мүмкіндіктерім молайды, және іскерлік байланыстарым артты. Ірі компания өкілдері хабарласып, әдет қалыптастыру, дағдыны өзгерту және оны үздіксіз жетілдіру тақырыбында баяндама жасауымды өтінетін болды. ақш пен Еуропаның көптеген конференцияларына қатысып, баяндамалар жасадым. 2016 жылы мақалаларым Time, Entrepreneur және Forbes сияқты бақ беттерінде тұрақты жарияланып тұрды. Бір таңғаларлығы, менің жазбаларымды бір жылдың ішінде 8 миллионнан астам адам оқыған екен. Ұлттық футбол лигасының, ұлттық баскетбол ассоциациясының және бейсбол лигасының жаттықтырушылары мақалаларымды оқып, менің іс тәжірибемді командасындағы ойыншыларға мысал ретінде айта бастады. 2017 жылдың басында әдет академиясы деп аталатын жаңа жобаны қолға алдым. Бұл жоба өмірде, жұмыста үздік дағдыларды қалыптастыруға мүдделі компаниялар мен жеке тұлғаларды үйрететін басты алаңның біріне айналды. Fortune Global 500 рейтингісіндегі компаниялар мен дамып келе жатқан стартап басшылары академияға жазылып, қызметкерлерін курстарға жолдай бастады. Жалпы алғанда 10 000-нан астам басшы, менеджер, жаттықтырушы және оқытушы менің академиямнан білім алып шықты. Олармен жұмыс істеу барысында дағды қалыптастыру және күнделікті өмірде соған сүйену үшін қаншалықты күш салу керектігін түсіндім. Дәл қазір 2018 жылы кітапты аяқтауға жақындаған кезімде jamesclear.com сайтына айына миллиондаған адам кіреді. Ал менің апталық жазбамның 500 000-нан астам
жазылушысы бар. Мен бұлай болады деп тіпті де күткен жоқпын. Жобаға кіріскен кезде мұны армандауға да батылым жеткен емес. Бұл кітаптың қандай пайдасы бар? Белгілі кәсіпкер әрі инвестор Навал Равикант ұлы кітап жазып шығу үшін өзің кітапқа айналуың керек, дейді. Мен әуел бастан осы кітаптағы идеяларға жан тәніммен сендім. Себебі оларды өмірімде талай мәрте қолданып көрген адаммын. Жарақаттан еш жию, жаттығу залында жетістікке жету, бейсболда үздік ойын үлгісін көрсету, жазушы атанып табысты кәсіп бастау, ең бастысы есейген, жауапкершілігі мол адам болу үшін кішкентай дағдылардың өмірімді жақсы арнаға бұруға ықпал ететініне сенуге тиіс болдым. Шынымен де, бұл дағдылар қабілетімді ашуға көмектесті. Осы кітапты қолға алғаныңызға қарағанда, сіз де өз мүмкіндіктеріңізді жүзеге асыруға бел буған сияқтысыз. Алдағы тарауларда мен сізге бір апталық немесе бір айлық емес, өмірлік дағдыға айналатын жақсы әдетті қалай қалыптастыруға болатынын рет-ретімен түсіндіремін. Бұл кітапта айтылғандардың ғылыми тұрғыдан негізі бар десек те, кітап академиялық еңбек емес. Оны жай ғана нұсқаулық деп қарағаныңыз абзал. Бірінші кезекте, сіз бұл кітаптан жақсы әдет қалыптастырудың және өзгерудің жолдары жайында өте түсінікті, қарапайым тілмен жазылған қажетті мағлұмат пен практикалық кеңес аласыз. Биология, неврология, философия, психология және басқа да ғылыми пәндердің негізі осыдан жүздеген жыл бұрын қаланған. Мен олардың бәрінен өзіме қажеттісін алдым. Алайда бұл кітапта оқырманға ғалымдардың осыдан көп жыл бұрын қалыптастырған ілімі мен соңғы жылдары ашылған маңызды жаңалықтарды сүзгіден өткізіп, жинақтап ұсынуға тырыстым. Сондықтан маңызды идеяларды таңдап, күнделікті өмірде қолдануға мейлінше жеңіл болу үшін оларды бір арнаға жинақтағаным осы салаға қосқан үлесім деп білемін. Бұл кітаптағы дана ойлар үшін маған емес, ұлы ұстаздарыма алғыс айтуға тиіссіз. Ал кемшілік көрсеңіз, менің қателігім деп біліңіз. Бұл кітаптың негізін 4 сатыдан тұратын әдеттер моделі құрайды. Олар стимул, қалау, реакция және марапат. Сонымен бірге, осы 4 кезеңнен кейін келетін мінез құлықты өзгертудің 4 заңдылығы бар. Психологиядан хабардар, оперантты мінез құлық теориясын білетін оқырмандар үшін аталған терминдердің көпшілігі таныс болуы мүмкін. Бұл терминдердің алғаш рет 1930 жылдары белгілі ғалым Скиннер ұсынды. Содан соң дабыл, күйбең тірлік, марапат деген тіркеспен Чарльз Дахиктің әдеттің күші кітабының арқасында бұдан бірнеше жыл бұрын ғана кеңінен танымал бола бастады. Бихевиоризм ілімін ұстанушы ғалымдар, соның ішінде Скиннер, марапаттау және жазалау арқылы адамды айтқанға көндіріп, айдағанға жүргізуге болатынын айтады. Скиннердің моделі адамның мінез құлқына сыртқы стимулдардың қалай әсер ететінін тамаша түсіндіріп бергенімен, ойдың, сезімнің және наным-сенімнің ықпалын нақты көрсете алмаған. Бұл жерде адамның ішкі жағдайы, көңіл күйі және жан толғанысы да маңызды рөлге ие. Соңғы 10 жылдықта ғалымдар ой, сезім және мінез құлық арасындағы байланысқа ерекше назар аудара бастады. Бұл кітапта біз осы тұрғыдағы ғылыми зерттеу нәтижелеріне тоқталамыз. Негізінен мен оқырмандарыма когнитивті және мінез құлық зерттеулерінің біріктірілген моделін ұсынамын. Білуімше, бұл сыртқы стимулдар мен ішкі жағдайдың дағды қалыптастырудағы әсері тең дәрежеде ескеріле отырып жасалған ең алғашқы мінез құлық модельдерінің бірі. Ғылыми туындылармен салыстырғанда, бейресми тілмен баяндалса да, бұл кітаптағы мінез құлықты өзгертудің 4 заңы және оны қолданудың әдіс тәсілдері оқырмандардың жақсы дағды қалыптастыруға қатысты көзқарасын түбегейлі өзгертетініне сенімдімін. Адамның мінез құлқы жағдайға, уақытқа және әрбір сәтке байланысты үнемі өзгеріп отырады. Алайда бұл кітап
Бірінші кезекте бойымыздағы ешқашан өзгермейтін дүниелерге арналады. Ол біздің мінез құлқымыздың негізі. Өмір бойы сүйенуге болатын ұстанымдар. Сол идеялардың арқасында кәсібіңізді дамытасыз, отбасын құрасыз және өміріңізді ретке келтіресіз. Жақсы дағды қалыптастырудың бір ғана дұрыс тәсілі деген болмайды. Дегенмен осы кітап арқылы мен өзіме белгілі ең жақсы деген тәсілді сипаттауға тырысамын. Бұл тәсіл өзгерісті қай кезде бастасаңыз да, нені өзгерткіңіз келсе де тиімді болады. Мен ұсынатын стратегия өзін өзі біртіндеп жетілдіргісі келетін кез келген адамға жарамды. Ол өзгеріс денсаулығыңызға, қаржылық жағдайыңызға, жеке қабілетіңізге, өзгелермен қарым-қатынасыңызға, тіпті аталғандардың бәріне қатысты болса да, бәрібір. Мінез құлықты өзгертуді мақсат тұтсаңыз, осы кітапты басшылыққа алуға болады.